Бисмилlah. Ей. Официант бергеш. Ау. Қалай ау? Не мынау? Не болды? Жоқ, не мынау сосисканың жартысы хот-дог. Мынау пончик не мынау? Ренжімеңізші аға. Қалай ренжімейсің? Студент едік қой. Қарнымыз аш. Енді сол сен қарның ашса сол осылай істеу керек па? Стипендия жоқ, қарным аш болып жүрген ғой. Түсініспей жүрген қарауыңызды сұраймын. Енді сол сенің стипендиядан айырылғаныңа мен кінәлімін ба? Оқымайсың ба кезінде, мектеп кезінде оқығанда сен қазір стипендиядан айырылмайтын едің. Енді мен дәл осы сәтті пайдаланып 8-ші сыныптың оқушыларына керемет видеоролик дайындап қойдық. Ол дискриминант, сондай квадрат теңдеулер туралы тақырып, керемет видеоны қараңыздар, потом осы студент сияқты стипендиядан айырылмай күшті оқисыздар. Сол дискриминант деген не еді? Айтып жібересің. Соны қазір видеода көріп отырсыз. Сәлем балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз квадрат теңдеу және оның түбірлері және де бір формуласын өтетін боламыз. Енді бұны бастамас бұрын бізде алдыңғы сабақта Елдар, Асқар және де Исламбек ағайлардың өткен тақырыбын еске түсірейік. Квадрат түбірінің анықтамасы, квадрат түбірінің қасиеттерін еске түсіріп және де y тең түбір астында x функциясының графигін дәптерлеріңе сызып алыңдар. Ол үшін видеоны стопқа қойып, 1 минут өздеріңе уақыт беріңдер. Енді сызып болған болсаңдар, біздің бүгінгі тақырып сабағымыздың мақсаты квадрат теңдеудің анықтамасын үйренеміз және де түбірлердің формуласын көрсету арқылы дискриминантпен түбірдің санын табатын боламыз, яғни x-тің мәндерін. Енді дискриминант дегеніміз не? Бірінші бізде квадрат теңдеуде ax квадрат плюс bx плюс c деген жалпылама формуласы бар квадрат теңдеудің. Енді дискриминанттың негізгі формуласы алдарында көрініп тұрғандай d тең b квадрат минус 4ac минус b плюс минус түбір астында b квадрат минус 4ac бөлінген 2a. Осы арқылы x-ті табамыз. Енді осыны мысал арқылы шығарып көрейік. Бірінші мысалымыз 2x квадрат қосылған 3x минус 5. Осы жерде бірінші a-ны анықтайық. a тең ол бізде 2-ге. Сосын b бізде 3-ге тең. c минус 5-ге тең. Төбесіне жазып қойдым. Енді осы жерден бірінші d-ны табайық. d тең b квадрат минус 4ac. Енді b бізде 3-ке тең, 3-тің квадраты 9. Минус 4 көбейтілген минус 5 және де көбейтілген 2. Тең қанша болады? Мынаяқта 10. 10-ға 4 төбесе 40. Сонда 49 шығады. Бұл бізде d. Енді x-ті табу үшін осы жерден минус b минус 3 плюс минус түбір астында 49 бөлінген 2 көбейту 2 4. Енді осы жерден біз 2 жауап табамыз. Біріншісі минус 3 плюс 7 бөлу 4. Бізде 1 шығады бұл жерден. Және де екінші жауап минус 3 минус 7 ол бізде минус 10 бөлінген 4. Сонда минус 2,2-ден 1 деген жауап шығады. Біз осында 2 жауап таптық, значит бізде x-тің түбірлері осы жауаптарға тең 1-ге және минус 2,10-нан 5-ге. Дәл осылай біз дискриминанттарды қолданып есеп шығаратын боламыз. Енді бізде осыларды шығармас үшін бізде болады жауаптар, білесіңдер, иә? Бізде x-тің бір мәні болуы мүмкін, 2 мәні болуы мүмкін, немесе жауап жоқ болуы мүмкін. Бірінші соларды өтейік. Қандай кезде бізде 2 жауап болады? Егерде бізде мына формуламыз бар ғой. b квадрат минус 4ac мына формула. Осы жерде егерде осы шыққан жауап бізде 0-ден үлкен болса, онда бізде 2 нақты жауап болады. Ал егерде бұл жер бізде 0-ге тең болса, тек қана 1 жауап болады деген сөз. Ал ол керісінше 0-ден кіші болса, онда бізде теңдеудің жауабы жоқ, значит x-тің мәні болмайды. Енді осыған бір-екі есеп шығарып көрейік. Бірінші x квадрат минус 6x плюс 8. Осы бірінші тұрған есепті шығарайық. a дегенде. Бұл жерде бізде a тең 1, b тең минус 6, c тең 8. Енді d-ны табамыз.
b квадрат 36 минус 4 көбейту 1 көбейту 8. Сонда 36-дан 32-ні азайтамыз. 32 тең 4. Бұл бізде 0-ден үлкен, 4 0-ден үлкен. Значит, бұл жерде бізде 2 нақты жауап бар деген сөз. Түсінікті болып жатырса, осы видеоны өздеріне стопқа қойып алыңдар да, мына жерде мен сендерге А, Б, С деңгейінде есептер беріп қойдым. Соларды шығарып, әрі қарай жауаптарын комментарийға жазып қойыңдар. Ендігі бізде сабақ аяқталды. Осымен түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Түсінікті болды ма? Оңай ма екен?